Кайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Айкерім. Бүгін сіздерге барлығы білетін оливье салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Мен өзіме қажетті заттардың барлығын суға қайнатып пісіріп алдым. Енді осыларды дәл осы видеодағыдай қылып турасаңыздар болады, немесе өзіңіз қалауыңыз бойынша басқаша қылып турасаңыз да болады. Және бұл салаттың арасына піскен етті, болмаса тұздалған қиярды қоссаңыз да болады. Мен оларды қосқан жоқпын. Консервадағы горохты қосамыз. Енді өзімізге қажетті көз мөлшермен майонезді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай көз мөлшермен аз ғана тұз сеуіп жібереміз. Салат дайын болды. Өте қарапайым әрі оңай салат. Бұл салатты барлығы біледі. Арасына тағы да басқа нәрселерді қосып жіберсеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.